Достар, сүйікті қаламыз Ақтауда IT апталығын аясында Рифма 2019 форумының ұйымдастырушы Медиана интернет компаниясының басты қалаушысы Қарлығаш апа. Сәлем бердік апа. Сәлеметсіз бе? Апа, мен әдейі форумның соңғы күні келіп, ұйымдастырушылардан сұхбат алуға және форумға келе алмағандарға ақпарат жеткізгім келіп отыр. Осыған орай сізге бірнеше сұрақтарымды дайындадым. Ал кеттік. Өте қуаныштымын. Апа, осы форум үлкен буындағы жастарға және жасөспірімдерге не береді? Форумның нәтижесі қандай болады деп күтесіз? Бұл форумның негізінде үлкен шара жатыр. Медиана IT компаниясы 12 жылдан бері, бұл 5 жылдықты ең баста атап өткенбіз. Компанияның 5 жылдығына арнап, біз өңірде өзіміз сияқты бизнесті IT саласына бетін бұрғымыз келді. Сол жылдан бастап біз дәстүри түрде региондық бизнес IT форумды өткізіп келдік 17 жылға дейін. 17 жылдан кейін біз сонша жылдар арасында өткізген шарамыздың шешімін шығардық. Бұл шешімнің барысында бізге тек қана бизнесқа емес, өзің жақсы біліп отырсың, қазіргі таңда IT технологиялардың дәуірі, заманы, 21 ғасыр бұл технология заманы, сондықтан да тек қана бизнес қана емес, сонымен қатар мемлекеттік мекемелер де, жастар да, өзің сияқты бүлдіршіндер де осы жаңа технологиялармен бірдей өніп өсуі қажет деп, міне осы жылы үлкен бір аға буынды жинап, өз ойымызды білдіріп, осындай бір үлкен шара ұйымдастыруға бел будық. Бұл шарамыз әлі біте қойған жоқ. Міне бүгін 5-ші күні өтіп жатыр. Әлі нақты шешімін айтып, бұлай болды деу сәл ертерек шығар. Бірақ әйтсе де осы күнге дейінгі өткен 4 күннің результатын айтып кетейін. Өзіміздің ойымыздан шығып жатыр. Тіпті айтайық, өзіміздің ойлағаннан да аса жақсы деңгейде, жоғары деңгейде өтіп жатты. Өте бұған қуаныштымыз. Өңіріміздің тек қана бір дәстүри заттарға емес, жаңа технологияның да дамуына бетін бұрып, соған дайын екендігін көріп қуаныштамыз. Апа, елімізде бұрын болмаған форумды өткіздіңіз. Мақтау деген сөзге лайықты. Дегенмен әр істің өзінің қиыншылықтары болады. Ұйымдастыру мәселелері бойынша қандай қиыншылықтар болды? Әрине, дұрыс айтасың. Қиыншылықсыз ешбір оңай айтады ғой, оңай келген зат, оңай шығып кетеді деп. Сондықтан да әрбір істің артында бір қиындық болады. Ұйымдастыру шарасы бұл оңай болған жоқ. Бұл деген бір күндік, немесе бір айлық дүние емес. Бұл деген айлар бойы ұйымдастырылып, айлар бойы осының бәрі жоспарланған іс. Қиыншылықтардан бүгінгі пиар және медиа күнінде, ең соңғы күнімізде, мен Медиана компаниясынан бір үлкен критика естім. Еділ Жаңбыршин ағамыздан бұл біздің пиар отделіміздің дұрыс жоқтығы және оның дұрыс жұмыс жасамағандығы, оны мойындау керек. Міне осыдан бастағым келеді, өзімнен бастағым келеді критиканы. Басқа да қиыншылықтары деп айтайын десем, бұл жерде көбірек біз ойладық, жастарды бұл шараға көбірек организовать етеміз, ұйымдастырамыз деп. Медиа, блогерларды, осы технологиялардың айналасында жүрген IT компанияларды жұмылдырамыз деген ниетте болып едік. Бірақ өкінішке орай оның бәрі бола қойған жоқ. Әйткенмен де әр заттың өзінің бір жақсылығы бар. Организатор, ұйымдастырушылардың көптеген жылдар бойғы опыттарымен, бізбен бөліскен опыттарының арқасында осы шара іске асты. Апа, мен бір қуантарлық жайт, ол осындай тақырыпта форумның 90% мемлекеттік тілде өтуі. Сұрақ, бұл арнайы ұстанған қағидатыңыз болды ма, әлде басқа себептер бар ма? Өте орынды сұрақ. Негізі, Жансұлу, өзіңде міне жас блогерсің, бастап келе жатсың қадамыңды, IT технологияларды пайдаланып келе жатырсың. Бұл жерде айтайын дегенім,
нақты тілге деген бізде қатты не бола қойған жоқ. Себебі өзің білесің, біздер технарлар көбіне термин сөздерді ағылшын тілін көбірек пайдаланамыз. Бірақ енді ағылшын тілін Маңғыстауда оның үстіне өткізу өте қиын. Бірақ нақты тілге біз шектеу де қоймадық, көңіл де қойған жоқпыз. Бірақ әр күнде өзінің тілдік рет қалыптаса берді. Бұл стартаптар күні әр кімге ыңғайлы тілде. Бұл жерде бір шектеу болған жоқ. Кім қазақша сөйлесе, қазақша сөйледі, орысша сөйлескісі келсе, орыс тілінде сөйледі. Тіпті қажеттілік болған жерінде кейбір кездері ағылшын тілінде де мәліметтер алған кездер болды. Сондықтан да нақты айта алмаймын, былай бір қалыптасқан бір граница болды деп, шектеу болды деп. Апа, бұндай шара тек көз қарастары бір команданың қолынан келеді. Ұйымдастыру кезінде кім не нәрсеге жауапты болды, аттарын атап атқарған жұмыстарды айтыңызшы, көңіліңізден шықты ма? Бұл шараға жаңа өзіңе айтып кеттім басында, бір айдың көлемінде жасалған зат емес, бұл ертерек басталды, ұйымдастырылды. Бұл жерге ұйымдастырушылар біріктірілді, соның ішінде біздің ең басты үлкен бір мемлекеттік деңгейде өзінің беделі жоғары Маңғыстау облысының акиматы, НПП Атамекен, Азия Техносервис деген бизнес жігіттері, Форте банк, бұл жерде медиа партнер ретінде Маңғыстау медиа, Тимур академиясы, міне осы сияқты көптеген ұйымдастырушыларымыз болды. Оның ішінде жаңағы Медиана компаниясы да бар. Әр қайсының осы 5 күнге осы шара бөлінген болатын болса, осы ұйымдастырушылардың әрқайсының өзіндік бір подачасы болды. Өзінің бір беретін орны болды, беретін бір үлесі болды. Әрқайсысы өз үлесін осы форумға қосып отырды. Мысалы айтайық, өзің жақсы білесің, біз 5 күнге бөлгеніміздің басты мақсаты әркімге қажетті затты именно сол күндері келіп алсын деген мақсатта бөлдік. Бұл бірінші 2 күніміз жастар үшін болды, стартап сайыстары өтті. Бұл жерде біз жастарды ұйымдастырдық. Жас идеясы бар, жаңа тың ойлар бар, жастарды ұйымдастырдық. Бұл жерге біздің MSA стартапне акселерация стартап Маңғыстау орталығы қосылды. Оның басты управляющий мекемесі Грант Қазақстан фонды. 3-ші күні бізде 14-ші қараша күні бізде мемлекеттік сектор үшін болды бұл күн, IT технологиялар күні. Бұл күні бізге үлкен алғысымызды айтамыз. Бұған біздің Маңғыстау облысымыздың әкімшілігі қолдау көрсетті. Одан соңғы күні 15-ші қараша күні бұл бизнес күнінде НПП Атамекен мекемесі өз үлесін кәдімгідей қосты, әрі басынан аяқ сол жерде жүрді, шараны ұйымдастыруға өз үлестерін қосып отырды. Соңғы күніміз бұл Маңғыстау рифмо аясында өтіп жатқан пиар және медиа күні. Бұл күн біздің тағы да Маңғыстау стартап орталығында өтіп жатыр. Бұл жерде де міне Медиана компаниясының ұжымы, осы жердегі біздің жастар толықтай командасы, Медиана командасы полностью 5 күн бойы осы шараның басынан аяғына дейін өткізуге өз үлесін қосып отырды. Форумнан кейінгі жоспарларыңыз туралы бөлісе аласыз ба? Қазіргі таңда резолюция дайындалып жатыр. Ол жерде көп шаралар қарастырылған. Ең бір айтатын нәрсем, бұл рифмо IT форумы тек қана бірінші және соңғы болып қалмайды. Әр қарайда дәстүри түрде жылдан жылға осы форумды өткізуге ұйымдастырушылар бір үлкен шешім шығарып отыр. Тағы да қосымша резолюцияда тың жаңалықтар болып жатар, оны бөлісе жатармыз бұйырса. Қазірше осы. Бұл тек қана неміз, келесі жылдарды дәстүри осылай өтетін болады. Апа, сұхбатымыз әртүрлендіру үшін мен сізге қызық сұрақтар қояйын. Егер де сіз 10 жасар болып қайтадан оралсаңыз, сол санаңызбен оралсаңыз, қандай қыз болар едіңіз? Өте қызық сұрақ. Ойлану керек екен. Білмеймін. Мысалға, 10 жасыңызда компания ашасыз. Мен өзі... Бірден ойлап табасыз ба? Бұл жерде бір құрттай сыр ашайын. Өз негізгі мамандығым технар емеспін. Мен педагогпын. Педагог болғанда да қазақ тілі әдебиеті маманымын. Бұл мамандықты мен 5 жаста таңдағанмын.
себебі мен соған ұмтылғанмын. Менің көрші апайымыз керемет қазақ тілі апайы болды. Ол кісі кереметтей домбырада ойнайтын, неше түрлі сайыстар аулада ұйымдастыратын, айтыстар жүргізетін балдардың арасында неше түрлі бір жаңалық, бір ертегілер, әңгімелер айтып беріп, өлеңдер айтып беріп, үйретіп, бір жазғы демалыстарда КВН-дар ұйымдастырып жататын. Құрттай қандай аулада, микрорайонда тұрдық қой енді бәріміз де домда. Міне осы кісіге қарап тәнті болатынмын. Сосын айтатынмын, мен осы кісі сияқты қазақ тілі әдебиет маманы боламын деп. Сол арманым орындалды, оған ешқандай өкінбеймін. Сосын иә, бірінші мамандығым бұл менің қазақ тілі әдебиеті маманымын. Тағы не өзгертуге болатын еді? Көбірек мәлімет алар едім. Да, біздің заманымызда мүмкін бір шектеулі ғана мәліметтер болған сияқты. Қазіргі таңда енді сіздерде өте мәлімет көп, информационный век, көбірек мәліметтер іздер едім, оқыр едім, мүмкін. Апа, мен қоғамдық жұмыс бойынша айналысамын. Яғни экология, қоршаған ортаны қорғау сияқты мәселелер бойынша. Сіз осы қоршаған ортаны қорғау үшін не істейсіз? Белсенді қатысасыз ба? Сенбіліктерге қатысасыз ба? Немесе бөтелкелер мен қағаздарды бөлек сараптап жинап қоясыз ба? Макулатураға тапсырасыз ба? Деген сияқты. Өзім кішкене перфекционист кісімін. Азғантай сондай бір жаман характерім бар. Әр зат өзінің орнында тұру керек. Әрқашанда іздеген нәрсем өзінің орнынан табылу керек. Міндетті түрде енді үйде қоқыстың бәрін прям кәдімгідей шетелдегідей мынау жаңағы отходкеге, мынау жаңа қағазға, мынау сырьеға деп етіп бөліп отырмаймын. Барынша пластик бөтелкелерін бөлек, энергосберегающий лампаларды өзінің тастайтын жәшіктеріне тастауға талпынып отырам, ұрынып отырам. Енді өтірік алдай алмаймын. Күнде сенбілікке шығам деп те айтпаймын. Оны мойындау керек. Барынша қолымыздан келгенше экологияға үлесімізді қосқымыз келеді. Айналамда енді қоқыс не деген нәрсе болатын болса, оны міндетті түрде жинап, тазалап жүруге стараться етеміз. Ұмтыламыз. Апа, сұхбатымыздың соңында жастарға қандай кеңес пен тілек тілер едіңіз? Қазіргі таңда тіпті бізден көрі қазіргі жас буын бізге берер көбірек. Біздің буын жастардан алатын дүниесі көбірек, оны мойындау керек әрқашанда. Себебі біздерде бір қалыптасқан бір ой бар, қалыптасқан сара жол бар. Біз сонымен тәрбиеленгенбіз, себебі біз кеңес одағы кезінде дүниеге келген адамдармыз. Біздің сана сезімізді бір қандай да бір идеологиямен тәрбиелеген. Мен кеңес деп айтқанда көбірек олардан мәлімет алып, көбірек олармен бөліскенді, олардан көбірек нәрсені алғанды қалар едім. Ал бірақ үлкен бір кеңесім, барлық нәрсе ақшамен, дүниемен шешілмейді. Ол бір определенный, айтайық, бір предмет. Адамның адамилық қасиеті, адамның барлық қай кезде де өлшенетін нәрсесі бұл жан дүниесі. Егер де сіздің қолыңызда дүние болып, барлық мүмкіндік бола тұра, сіздің жан дүниеңіз кір болатын болса, сіз ешкімге ештеме бере алмайсыз. Ал егер де сіздің қолыңызда дым болмай-ақ қойсын, бірақ сіздің жан дүниеңіз таза болатын болса, сізде бөлісетін дүние болатын болса, сіздің айналаңызда адам көп болады. Міне осыны жастарға айтар едім. Әрқашанда мына дүниелік затқа қызығып емес, жүректің нәрсесіне талпыну керек, соны толтыру керек. Жүректі толтыру керек, жақсылыққа толтыру керек. Рахмет. Сұхбат бергеніңізге рахмет сізге. Өзіңе рахмет. Және Медиана компаниясына жетістіктер тілеймін. Амин, рахмет. Енді біз суретке түсіп алайық. Жасыл ақтауға жаздыңыздар.